Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі бейнебаянда біз сіздерменен қышқылдардың құрамы, аталуы, жіктелуі, физикалық қасиеті, алынуы, индикаторлар және олардың химиялық қасиеті, қолданылуы жайында талқылайтын боламыз. Жалпы қышқыл деген не? Қышқыл деген құрамында бірнеше немесе бір сутек атомдарынан тұратын және қышқылды қалдығынан тұратын күрделі зат. Енді қышқылдардың жалпы күнделікті өмірдегі кездесуі бойынша сөйлесетін болсақ, мысалы біз күнделікті тұрмыста қолданатын әрине лимон қышқылын айтуға болады. Сонымен қатар балықтардың жақсы білетін сірке қышқылын айтуға болады. Сонымен қатар мына аккумулятордың ішінде болатын бізде қандай қышқыл бар екен? Әрине күкірт қышқылы туралы айтуға болады. Сонымен қатар мына лимон қышқылы және де мына аралардың және құмырсқалардың шағып қалатын кезінде бөлінетін қышқыл туралы айтуға болады. Жалпы қышқылдардың сонда қолданысы өмірде өте көп екен. Мысалы үшін құмырсқа қышқылы құмырсқаның илеуінде болады, лимон қышқылы, сірке қышқылы деген сияқты, бор қышқылы міне көріп отырсыздар. Қышқылдардың сонда түрі өте көп, сан алуан. Келесі слайдта қышқылдардың жіктелуі көрсетілген кестеде. Соған тоқталатын болсақ, қышқылдар құрамында оттектің бар жоғына байланысты оттекті және оттексіз болып бөлінеді. Яғни мына қышқыл бізде оттекті құрамында оттегі бар, мына қышқылдар бізде оттексіз қышқылдар екен. Келесі негізділігіне байланысты бізде бір негізді, екі негізді, үш негізді болып бөлінеді. Төрт негізді қышқылдар да бар. Құрамында сутектің санына байланысты. Мысалы үшін бір H болса бізде бір негізді, екі сутек болса бізде екі негізді, үш сутек болса бізде үш негізді болып табылады. Сонымен қатар диссоциациялану дәрежесіне байланысты, яғни кейбір қышқылдар күшті, кейбір қышқылдар әлсіз болып бөлінеді. Мысалы бізде H-хлор бізде HNO3 деген қышқылдар бізде күшті қышқылдар, ал H2CO3 пен H бізде әлсіз қышқылдар екен. Сонымен қатар ұшқыштығына байланысты ұшқыш қышқылдар және ұшқыш емес қышқылдар деп бөлінеді. Яғни мысалы H-хлор, HNO3 деген қышқылдар олар ұшқыш, олардың аузын ашып қоятын болсаңыз, жаңағы ыдыстың аузын, осы қышқылдар аспанға буланып бөлмеге таралып кетеді екен. Ал мысалы үшін күкірт қышқылы, жаңағы фосфор қышқылына топталатын болсақ, мына екеуіне, ол кезде олар жаңағы аузын ашық қалдырған күннің өзінде буланбай ыдыстың ішінде тұрады екен. Сонымен қатар тұрақты қышқылдар бізде әрине күкірт қышқылы мен тұз қышқылы, одан да басқа қышқылдар көп. Ал тұрақсыз қышқылдар бізде өздігінен ыдырап басқа қосылысқа айналады. Мысалы үшін H2SO3 ыдырайды, күкіртті қышқыл H2CO3 бізде ыдырап кетеді екен. Сонымен қатар суда ерімейтініне байланысты, мысалы үшін HNO3 пен H бізде суда еритін қышқыл, ал H2 силициум O3 бізде суда ерімейтін ерекше жаңағы қышқыл екен. Ұмытып қалмаңыздар, суда ерімейтін қышқыл. Келесі мына слайдта және келесі слайдтарда бізде осы ұбт форматына байланысты кеңейтілген қышқылдардың тізімі беріледі. Олардың барлығын сіздердің жаттап алуларыңыз қажет, себебі олардың барлығы ұбт-да кездеседі. Кейбір кітаптарда негізгі базалық қышқылдар ғана беріледі, бірақ та сіздер барынша барлық қышқылдарды жатқа білуге тиістісіздер. Мысалы үшін бізде ең бірінші танымал қышқыл күкірт қышқылы, формуласы H2S4, оның тұзы бізде сульфат. Күкіртті қышқыл бізде H2SO3, оның тұзы бізде сульфид. Тиокүкіртті қышқыл немесе оның тұзы тиосульфат. Күкірт сутек қышқылы немесе оның тұзы сульфид. Мынау сульфид, мынау сульфиді айырмашылығы бар. Келесісі бізде көмір қышқылы, оның тұзы карбонат, азот қышқылы нитрат, HNO2 азотты қышқыл бізде нитрит, орта фосфор қышқылы бізде ортофосфат, метафосфор қышқылы бізде HPO3, міне көріп отырсыздар, оның тұзы метафосфат, фосфорлы қышқыл бізде фосфид, пирофосфор қышқылы бізде пирофосфат. Сонымен қатар мына алдында айттық қой, алдыңғы слайдтарда, алдыңғы сабақтарда жаңағы негіздер туралы. Сол кезде мысалы үшін бізде мырыш қышқылы деген бар. Оның формуласы бізде жаңағы H2 цинк O2, ал оның тұздары бізде жаңағы цинк O2, яғни мысалы үшін жазатын болсақ, натрий 2 цинк O2, яғни мынау бізде натрий цинкаты екен. Сонымен қатар H алюминий O2 бізде металюминий қышқылы деп аталады. Мысалы натрий алюминий O2 болса, оның атауы бізде натрий металюминаты, не болмаса натрий алюминаты деп те айтуға болады. Сонымен қатар H3 алюминий O3 бізде орта алюминий қышқылы немесе орта алюминат. H2 бериллий O2 бізде бериллий қышқылы немесе бериллат деп айтылады.
мысалы натрий 2 бериллий О2 болса, ол бізде натрий бериллаты деп атауымызға болады. Келесі қышқыл бізде фторсутек қышқылы фторид, хлорсутек қышқылы хлорид. Одан кейін мына танымал 4 қышқыл барын жаттайсыздар барлығын. Мысалы бізде хлорлы қышқыл, оның тұзы гипохлорид, хлорлы қышқыл хлорид, хлорлы қышқыл хлорат және хлор қышқылы бізде перхлорат. Осы төртеуін білулеріңіз қажет. Сонымен қатар бізде бор қышқылы бар, ол бізде тұзы барат, немесе борат деп айтамыз. Сонымен қатар метакремний қышқылы бізде кәдімгі жаттап жүрген кремний қышқылы немесе метакремний қышқылы, оның аты бізде жаңағы тұзының атауы метасиликат екен, немесе силикат. Мысалы натрий 2 силициум О3 бізде натрий силикаты деп атауға болады. Сонымен қатар орта кремний қышқылы деген бар. Енді ол көп кездеспейді, бірақ жаттап алғандарыңыз дұрыс. H4 силициум О4 орто силикат. Келесісі H бром бізде бромсутек қышқылы, бромид, йодсутек қышқылы бізде иодид. Осы 16 мен 17-ге ұқсайтын екеуі. Барлығы туысқан бір-біріне, төртеуі. Одан кейін хром қышқылы бізде H2 хром О4, оның тұзы хромат. Сонымен қатар дихром қышқылы деген бар бізде H2 хром 2 О7, оның жаңағы тұзы бізде дихромат. Келесісі HMnO4 бізде перманганат жаңағы тұзы, ал қышқылдың аты бізде марганец қышқылы. Сонымен қатар H2MnO4 бізде марганецті қышқыл, оның тұзы бізде манганат екен. Сонда перманганат деген бар және манганат деген бар. Мына екеуінің айырмашылығы, мысалы мынау бізде калий MnO4 бізде калий перманганаты, ал калий 2 MnO4 бізде калий манганаты екен. Келесі бізде HCN көгілдір қышқыл немесе циансутек қышқылы, оның тұзы цианид. Сонымен қатар тиоциан қышқылы күкірт SNH SCN, немесе оның тұзы бізде тиоцианат. Мысалы үшін калий CNS, немесе мынау бізде калий тиоцианаты деп айтылады. Осы слайдта біз сіздерменен қышқылдардың физикалық қасиетін талдайтын боламыз. Жалпы қышқылдар 3 түрлі агрегаттық күйде бола алады екен. Мысалы үшін газ күйіндегі қышқылдар бізде күкіртсутек қышқылы, фторсутек қышқылы, хлорсутек, бромсутек, немесе хлорсутекті біз тұз қышқыл дейміз, бромсутек қышқылы, йодсутек қышқылын айтуға болады. Бұлардың барлығы бізде газ күйіндегі қышқыл. Ал сұйық күйдегі қышқылдар бізде жаңағы күкірт қышқылы мен азот қышқылы. Ал ең маңызды назар аударатын нәрсе қатты күйдегі қышқылдар бізде орта фосфор қышқылы H3PO4, сонымен қатар метафосфор қышқылы HPO3 және бор қышқылы бізде қатты күйде екен. Бұлардың барлығын жаттап алуларыңыз қажет, себебі ОБД сұрақтарында мысалы үшін қатты күйдегі қышқыл деп сұрай отырып, орта фосфор қышқылын, соның қасына күкірт қышқылын, азот қышқылын, фторсутек қышқылдарын беріп сұрауы мүмкін. Жадында жүрсін деді, бұл бізде Усманова кітабынан қиылып алынған ақпарат. Жадында жүрсін. Ерімейтін қышқыл, жалғыз қышқыл бізде жаттап алыңыздар. Кремний қышқылы. Тұрақсыз қышқылдар, яғни реакцияның барысында ыдырап CO2 мен суға ыдырайтын бізде көмір қышқылы. Сонымен қатар әрқашан ыдырайтын қышқыл бізде кім екен? H2SO3, яғни күкіртті қышқыл екен. Сонымен қатар келесісі ұшқыш қышқылдар. H2S, яғни күкіртсутек қышқылы, хлорсутек қышқылы, бромсутек, йодсутек қышқылдары ұшқыш екен. Енді ұшқыш деген, ол қышқылдардың аузын ашып қоятын болсаңыз, өзінен өзі буланып, бөлмеге, кеңістікке, ауаға жайылып тарала береді. Сол үшін олардың атауы солай. Келесі күшті қышқылдар бізде тағы да күкірт қышқылы, азот қышқылы, H-хлор. Енді бұл күшті қышқылдардың сіз осы үшеуін білу керексіз, себебі бұлар қышқылдардың ішіндегі ең мықтылар болып табылады, ОБД-да өте жиі кездеседі. Әлсіз қышқылдар бізде H2, H2CO3 және H2S деген қышқылдарды жаттап аласыз. Сонымен қатар орташа күшті қышқылдар бізде H3PO4 фосфор қышқылы, орта фосфор қышқылы. Сонымен қатар күкіртті қышқыл және азотты қышқыл. Үшеуінің күші орташа екен. Жаттап алғаныңыз абзал. Келесі қышқылдардың алынуына тоқталатын болсақ, оттексіз қышқылдарды алу үшін олардың жаңағы бейметалдарын сутекпен реакцияға түсіреміз. Мысалы, H2 қосылған хлорек тең H-хлор алынады. Дәл сол сияқты H2 қосылған S тең болады H2S, яғни күкірт сутек қышқылы. Айтпақшы мынандай ақпарат бар.
Мысалы үшін мына хлорсутек қышқылының газ күйіндегісі бізде хлорсутек газы деп айтылады, немесе хлорсутек қышқылы деп айтылады. Ал бірақ сол хлорсутек қышқылын суда еріткеннен кейін барып алынатын ерітінді бізде ол тұзға қышқыл деп аталады. Дәл сол сияқты күкіртсутек газын алып қышқыл күйіндегі суда ерітетін болсаңыз, бізде күкіртсутек қышқылы алынады екен. Келесі оттекті қышқылдарды алу үшін әрине біз не істейміз? Сәйкес оксидтерін сумен реакцияға түсіреміз. Мысалы үшін SO3 қосылған су тең әрине күкірт қышқылы бөлінеді екен. Дәл сол сияқты фосфордың пентоксидіне су қосатын болсақ, бізде фосфор қышқылы алынады екен. Тағы бір алыну жолдарын айтатын болсақ, басқа қышқылдарды тұздарынан ығыстыру дейді. Мысалы үшін бізде күкірт қышқылы өте күшті болып табылатындықтан, сол қышқылдың көмегімен, мысалы үшін натрий хлорға сіз жаңағы қатты күйдегі күкірт қышқылын қосатын болсаңыз, сізде натрий сульфаты бөлінеді және H хлор деген қышқыл ұшып шығады екен. Одан кейін ол H хлор қышқылын газ күйінде жеке бөліп алады екен. Дәл сол сияқты екінші әдіс тұнба қылып алу. Сонда мына әдісте біз газ қылып алып тұрмыз H хлорды, ал келесі реакцияда біз тұнба қылып алып тұрмыз. Мысалы үшін натрий силикатына сіз тұз қышқылын қосатын болсаңыз, сізде натрий хлориді менен кремний қышқылы бөлінеді. Кремний қышқылы бізде тұнба, сөйтіп ыдыстың түбіне шөгеді екен, тұнба ретінде. Келесі тапсырмалар берілген. Енді бұларды жазу үшін біз сол қышқылдардың құрамындағы орталық атомның тотығу дәрежесін анықтап, соған сәйкес оксидтің формуласын құрастырамыз. Мысалы, мына жерде алатын болсақ, H бізде +1, оттегіміз -2, хром бізде -8, мынауымыз 2, мынау бізде +6. Сонда сәйкес оксидтің формуласы бізде хром OH екен. 6 валентті оксиді хромның. Келесі формулада H2CO3, H +1, оттегіміз -2, сол кезде бізде көміртегіміз +4 екен. Сәйкес оксид бізде CO2 көміртектің 4 валентті оксиді. Келесі H3PO3 дейді. H бізде +1, оттегіміз -2, сонда бізде -6 +3 болып табылады. Фосфор. Сол кезде оксиді оның бізде қалай екен? P2OH екен. Келесі азоттық қышқыл. Айтпақшына бізде фосфорлық қышқыл, ұмытып қалмаймыз, H бізде +1, оттегіміз -2, сонда азот бізде +3 шығады. Оның оксиді бізде N2OH болады. Келесі H2S4-тің құрамында H бізде +1, оттегіміз -2, күкірт бізде +6 болады. Сол кезде сәйкес оксидіміз бізде SO3 шығады екен. Келесісінде бізде H бізде +1, оттегіміз -2, сонда марганец бізде +6 болады. Сол кезде бізде оксидіміз марганец O3 шығады. Марганецтің 6 валентті оксиді. Келесісінде бізде H2CO3-те H +1, мынау -2, көміртек +4, CO2 шығады. Қайталанып тұр екен. Келесісінде бізде H +1, оттегі -2, марганец бізде +7 шығады. Сол кезде бізде формуламыз марганец 2O7 болады екен. Келесісінде H бізде +1, оттегіміз -2, кремний, сонда бізде +4 шығады екен. Оксид бізде силициум O2 болады. Келесісінде H бізде +1, оттегіміз -2, сонда бізде кремнийіміз +4 шығады екен. Кремний емес, күкіртіміз. Формуламыз бізде SO2 шығады. Келесісінде бізде H +1, оттегіміз -2, фосфор бізде +5 шығады. Формула P2O5 болады. Келесісінде бізде H хлоро, яғни хлорлау қышқыл. H +1, оттегіміз -2, хлор, сонда бізде +1 шығады. 0 шығу үшін оксид бізде хлор 2O болады. Келесісінде бізде H +1, оттегіміз -2, сонда N бізде +5 шығады. Осының құрамындағы оксидтің формуласы бізде N2O5 болады. Келесі слайдта химиялық индикаторлар туралы ақпарат берілген. Жалпы индикатор деген не? Индикатор деген бізде ол
химиялық формуласы бар үлкен органикалық зат, яғни оның құрылымдық формуласы өте күрделілеу келген органикалық зат. Солар сулы ерітіндідегі сутекпен немесе OH пен реакцияға түсіп, сутекпен дегенде сутегі плюс ионымен, протонмен және OH минус ионымен реакцияға түсіп, нәтижесінде түсі ауысады. Бізде енді индикатордың түрі көп, бірақ солардың ішінде ең кең таралғандары мектеп бағдарламасындағы лакмус, метилоранж және фенолфталинді айтсақ болады. Сонымен бізде ұмытпаймыз, лакмус бізде қышқыл ортада қызыл, сілтілік ортада көк, бейтарап ортада күлгін екен. Келесі, мынау енді ККК, ККК деп жатайсыздар. Ал фенолфталин бізде қышқылдық ортада түссіз, сілтілік ортада таңқурай түсті, бейтарап ортада бізде түссіз екен, сонда ТТТ. Келесі, метилоранж бізде қышқылдық ортада қызғылт, сілтілік ортада бізде сары, жаңағы бейтарап ортада бізде қызыл сары екен. Жақсы. Сонымен қатар мынандай маңызды ақпарат естеріңізде болса, кремний қышқылы бізде кремний қышқылы тұнба болғандықтан ол индикатордың түсін өзгертпейді екен, себебі ол тұнба. Келесі слайдта біз қышқылдардың химиялық қасиетімен танысамыз. Ең бірінші қасиеті қышқылдардың реакциясы металдармен. Металдар қышқылдармен реакция барысында олардың құрамындағы сутекті ығыстырып, жаңа тұз береді. Мысал үшін бізде магний қосылған H-хлор тең болады магний хлор 2 қосылған H2. Яғни мына сутегі бізде ығыстырылып тұр магний арқылы. Себебі магнийдің бізде белсенділігі жоғары екен сутектен қарағанда. Сонда алатын болсақ, мына металдардың кез келген реакцияға түскен кезде тұз қышқылымен бізде сутегі ығыстырылып шығарылады. Мысал үшін феррум қосылған H2S4 сұйық күйдегі тең болады бізде феррум S4 қосылған сутегі деген мысалды көріп отырмыз. Ал бірақ та сутегінен кейін орналасқан металдар, мысалы мыс, сынап, алтын, күміс, платина сияқты металдар, олар асыл металдар, олар тұз қышқылымен реакцияға түсіретін болсақ, реакция жүрмейді, себебі олардың белсенділігі сутектен қарағанда төмен екен. Сонда мына металдардың белсенділік қатарын жалпы қолданғандарыңыз абзал, білулеріңіз керек. Сонымен қатар келесі бір қызықты ақпарат, қышқылдардың әсеріне ең тұрақты металл бізде иритий екен. Оның жаңағы қандай қышқылда иритіні әлі күнге дейін белгісіз деген кітапта ақпарат берілген. Келесі қышқылдардың тағы бір қасиеті негіздік және екідайлы оксидтермен реакциясы, яғни алмасу реакциясы. Мысал үшін бізде купруммен қосылған H-хлор, көріп отырсыздар, купруммен хлор қосылып, купрум хлор 2 бөлінеді, эквивалентті H пен оттек бірігіп бізде су шығады. Дәл сол сияқты мысалы алюминий оксидіне сіз күкірт қышқылын қоссаңыз, бізде алюминий сульфат алынады және бізде су шығады екен. Келесі негіздермен реакциясын қарастыратын болсақ, қышқыл мен негіздің арасындағы реакция бізде бейтараптану деп аталады, және нәтижесінде бізде не бөлінеді екен? Тұз бенен су бөлінеді екен. Бейтараптану реакциясы. Мысалы, күкірт қышқылы қосылған натрий гидроксиді тең болады натрий сульфаты қосылған су. Дәл сол сияқты темір гидроксиді ол тұнба қосылған H-хлор тең болады бізде тұз қосылған су. Келесі реакциямыз бізде тұздармен әрекеттесуі қышқылдардың. Мысалы, қараңыздар, мына жерде маңызды ақпарат. Егер де бізде тұнба газ су бөлінген жағдайда ғана бізде реакция жүрді деп саналады екен. Егер тұнба газ су бөлінбейтін болса, онда бізде реакция толық жүрмейді. Мысалы, мына жерде алатын болсақ, H2S4 қосылған барий хлор, сол кезде бізде барий сульфаты ақ тұнба бөлінеді және H-хлор бөлінеді. Не болмаса H-хлор қосылған натрий 2CO3 тең болады натрий хлор. Ал мына тұрған біздегі H2CO3 деген қышқыл бөлінеді, ол бізде көмір қышқылы, және айттық қой, тұрақсыз деп. Нәтижесінде су менен SO2-ге ыдырайды екен. Ал мысалы мен қазір көрсетейін жүрмейтін реакцияны. Мысалы бізде болсын натрий, мысалы үшін NO3 қосылған H-хлор. Не болмаса H2S4 болсын. Нәтижесінде бізде натрий 2SO4 пенен не шығады екен? H
NO3 шығады. Мысалы, мына реакция бізде жүрмейді. Неге жүрмейді? Себебі ешқандай тұнба, газ, су реакция нәтижесінде бөлінбейді. Сондықтан сіздер түсінулеріңіз керек. Мынау сонда аяғына шейін жүретін реакциялар, тұнба, газ, су бөлінсе, мына жерде тұнба, газ, жаңағы су бөліну керек. Әлсіз қышқыл немесе су бөліну керек. Ал егер ол бөлінбейтін болса, онда реакция аяғына дейін жүрмейді екен. Келесі тағы бір химиялық қасиеті, кейбір қышқылдар термиялық ыдырайды екен. Мысалы бізде алатын болсақ, термиялық демей-ақ, сәл қыздырғанның өзінде ыдырайтын реакциялар бар. Мысалы, H2CO3 деген қышқыл өте тұрақсыз қышқыл. Оны көмір қышқылын жаңағы ыдысқа құйып, аузын ашып қойсаңыз, көмір қышқылы аспанға ұшып, қышқыл өздігінен ыдырайды екен. Дәл сол сияқты H2SO3 яғни күкіртті қышқыл өздігінен өзі ыдырап, H2O мен өткір иісті SO2 деген газ бөлінеді екен. Өткір иісті газ SO2-ні ұмытпаңыздар. Келесі кремний қышқылы бізде, ол бағана айттық қой, единственный қышқыл, жалғыз қышқыл, тұнба күйіндегі, қатты күйдегі емес, тұнба күйіндегі қышқыл. Сол тұнба күйіндегі қышқыл, кремний қышқылын қыздыратын болсаңыз, сізде су менен кремний диоксиді бөлінеді екен. Қыздырғанда ыдырайтын қышқылы. Осы слайдымызда қышқылдардың жалпы қолданысы жинақталып, кестеге келтірілген. Мысалы алатын болсақ, бізде қышқылдардың ең кең таралған қышқылы бізде кім екен? Әрине, күкірт қышқылы. Жалпы күкірт қышқылымыз не деп атаймыз? Ол бізде өндірістің наны дейміз. Өндіріс наны. Кейін айтамыз, себебі күкірт қышқылынсыз бізде мына химияда өнеркәсіп мүлдем жоқ. Кез келген өнеркәсіптің болуы үшін әрине күкірт қышқылы керек. Сондықтан да күкірт қышқылы өндірістің наны деп айтылатын себебі сол. Енді күкірт қышқылы бізде қайда бар? Ол бізде кез келген машинаның аккумуляторында, аккумулятордың ішіндегі сұйықтық бізде күкірт қышқылы екен. Және де минерал тыңайтқыштар өндірісінде қолданады, қағаз жасауда қолданады, сонымен қатар бояулар мен әртүрлі қопарғыш заттар жасауда қолданылады екен. Енді аккумулятор деген ең бастысы осыны білуіңіз керек. Сонымен қатар екінші қышқыл бізде тұз қышқылы, оны хлорсутек қышқылы деп те атаймыз. Ол асқазан сөлінің табиғи компонент екен, яғни тұз қышқылы бізде адамның асқазанында болатын қышқыл екен. Бізде тамақтың қорытуына септігін тигізетін асқазанымыздағы қышқылдық ортаны құрайтын осы біздегі тұз қышқылы екен. Қышқылдығы төмен науқастарға, мысалы үшін асқазанындағы қышқылдығы төмен науқастарға бізде дәрі ретінде 0,5% ерітінді беріледі екен. Келесі металлургияда сол тұз қышқылын біз естиміз, металлдардың бетін таттан тазарту үшін қолданады екенбіз. Химия өнеркәсібінде бояулар, пластмасса, хлор және хлоридтер алу үшін қолданамыз. Келесі маңызды қышқылдардың біреуі бізде азот қышқылы. Ол әрине бізде тың айтқыш, мен сіздерге айтқан болатын, естеріңізде болса, бізде үш элемент бар, калий, фосфор және азот. Осы үш элементі бар қосылыстардың кез келгені тыңайтқыш ретінде қолданыла алады екен. Сондықтан азот қышқылы бізде тыңайтқыш өндірісінде қолданылады. Сонымен қатар азот қышқылы бізде тротил, нитроглицерин сияқты қопарғыш заттарды жасауда қолданылады екен. Тротил деген жаңағы білесіздер, енді ТНТ, тринитро, талуол деген сөз. Сонымен қатар бояулы өндірісінде қолданылады. Келесі H3PO4 бізде әрине фосфор тыңайтқыштарын өндіру, тағы айтам. Құрамда фосфор бар. Сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде газдалған сусындарға консервант ретінде қосылады екен, және де қышқыл дәм бергіш ретінде қосылады. Мысалы үшін, коланың құрамында бізде, кола ішетін арамызда оқушылар бар шығар, сол коланың құрамында бізде фосфор қышқылы бар екен. Өздеріңіз оқып қараңыздар, сыртын. Келесі көмір қышқылы. Ол бізде тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Өйткені ол деген яғни бізде көмір қышқыл деген не? Көмір қышқыл деген бізде кез келген газдалған сусын, сол жаңағы газдалған сусынның ішінде бірнеше атмосфералық қысымда көмір қышқыл газы ерітіліп, қысыммен жіберіледі. Содан кейін ол уақытша сол газдалған сусынның ішінде көмір қышқылы ретінде болады. Кейін аузын ашқаннан кейін ол бізде ыдырап, пышылдап көмір қышқыл газы ретінде бөлініп ыдырап кетеді екен. Келесі H2 бізде фтор-сутек қышқылы, немесе оның екінші атауы бар, балқытқыш қышқыл екен. Ол бізде шыныны өңдеу, сонымен қатар шынының бетіне өрнек салу ретінде қолданылады екен.
осымен бізде қышқылдар тақырыбы бойынша бейне сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.